Қайырлы кеш, ертегі сүйер көрермен. Егер сіз сиқырға, мейірімге толы ертегілерді ұнатсаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, алда әлі талай ғажайып хикаялар күтіп тұр. Аяру мен сиқырлы мысықтың жұмбақ орманы. Баяғыда орманның шетінде Аяру есімді мейірімді қыз өмір сүріпті. Бір күні ол орманда серуендеп жүріп, жаралы қара мысықты тауып алады. Қыз мысықты үйіне апарып, жарасын таңып, қамқорлық көрсетеді. Түнде мысық сөйлеп кетеді. Аяру, сенің мейірімің мені сиқырдан құтқарды. Мен Сұлтан есімді сиқыршы едім, бірақ зұлым күштер мені мысыққа айналдырған. Сұлтан Аяруды арқасына отырғызып, сиқырлы орманға алып кетеді. Онда олар сөйлейтін жануарлар мен, ғажайып өсімдіктермен және сиқырлы тіршілік иелерімен кездеседі. Бірақ орманды зұлым Ханшайымның сиқыры басып алған екен. Аяру мен Сұлтан орманды құтқару үшін Ханшайымның қойған 3 жұмбағын шешуі керек болады. Бірінші жұмбақ – жүректің шынайы тілегін табу, екінші – сенім мен достықтың күшін көрсету, үшінші – өз қорқынышын жеңу. Аяру батылдығы мен мейірімі арқылы барлық сынақтардан өтеді. Ол Ханшайымның жүрегіндегі мұзды ертіп, оны жақсылыққа сендіреді. Ханшайым өз сиқырынан бас тартып, орман қайтадан гүлдене бастайды. Сұлтан өзінің адам кейпіне қайта оралады. Аяру мен Сұлтан ормандағы тіршілік иелерімен қоштасып үйге оралады. Олар өмір бойы достық пен мейірімділікке сеніп, адамдарға көмектесуді жалғастырады. Міне, Аяру мен сиқырлы мысықтың ертегісі осылайша сиқырға, достыққа және шынайы мейірімге толы оқиғамен аяқталды. Егер бұл хикая ұнаса, арнаға тіркеліп келесі ертегіні жіберіп алмаңыз, сиқырлы әлемдерге бірге саяхаттайық. Сізге армандарға толы тәтті түс тілейміз.